Ассалаумағалейкум. Менің аты жөнім Нұрбол Маратұлы. Осы Асар баспана жобасының негізін қалаушымын. Жалпы бұл идея бізге қаяқтан келді. Қазіргі біздің халықтың жағдайы, келешек ұрпақтың алдындағы біздің қандай борышымыз бар деген сияқты ойлар мазалап, қазіргі халықтың жағдайын мазалап, және тарихты зерттей отыра, міне осындай бір үлкен жоба дүниеге келді. Бір жыл 8 айдың ішінде жобамыз 52 мыңға тарта адамдарды жинады, және біздің Қазақстанның 30 қаласында кеңселеріміз ашылды, өзіміздің заводымыз ашылды, өзіміздің типографиямыз ашылды, өзіміздің қазіргі уақытта тігін цехтарымыз жұмыс жасап жатыр. Міне осының барлығы қазір біздің Асар баспана жобасының бір үлкен жеткен жетістігі, нәтижесі деп білсек болады. Асар баспана жобасы әрбір адамға қол жетімді. Бірінші кезекте клиенттердің қаржылық сауаттылығы артады. Өз құқығын білмеу, табысын басқара алмау секілді фактор қарыздан құтылу жолындағы негізгі кедергі. Ал бұл жобаның бір бөлшегі болу арқылы артық төлемсіз баспаналы болып, көлік тізгіндеуге мүмкіндік беріледі. Мадина 12 жыл бұрынғы өмірін құдды қорқынышты түсте есіне алады. Базардағы саудасы тұралап, кепілдегі үйдің берешегін өтей алмай, Кореяға нәпақа табу мақсатында кетуге мәжбүр болды. Кореяға барғаннан кейін Кореяда 7 жыл жұмыс істедім. Өте керемет. Одан кейін анам звондады маған осыдан 1 жыл бұрын. Қызым, бізде білесің ғой, баяғыдан келатқан, ата-бабамыздан келатқан Асар баспана деген Нұрбол мырза осындай компания ашып жатыр. Сол жерге ақша құйсаң, инвестиция 27%-ын, 30%-ын алып отырасың, 3%-ы мемлекетке налогқа кетеді деді. Сенген жоқпын, ол кісі телефонмен маған көрсетіп жатыр. Қарлығаш жиенім айтты. Одан кейін ойлана бастадым мен. Ойланып, 100 толғанған Мадина Кореядан келгесін, жиған ақшасының бір бөлігін тәуекел етіп Асар баспанаға қойды. Көп өтпей нәтижесін көргесін, одан да қомақты қаржы құя бастады. Бүгінде осы жобаның жемісін көріп отырған туысқан, дос-жарандарының да қатары көбейген. Қомақты ақша салып, Кореядан да өте үстем ақша алып отырмын, пайыз, жақсы табыс алып отырмын, қуаныштымын. Алдын Кореяда келген кезде Қазақстанда бізде зарплата өте аз ғой, айлық. Жүрдім ары бері ойланып, осы Асар баспанаға келгелі, Кореядан да жоғары табыс тауып жатыр. Мен осы Кореяда жұмыс істедім ғой, жұмыс істеген кезде менің ояқта өте көп қазақ ұлтынан таныстарым өте көп. Мен сол қазақ халқын, осы Кореяда жүрген, басқа Америкада жүрген таныстарым да бар, қазақтар. Келіңіздер Асар баспанаға. Сондай қолмақты ақшаны осы Асар баспанадан тауып жатырмын. Келген адамдар бар, мен айтуыммен, осы Қазақстанға, Кореядан, қазақ подружкаларым, таныс балдар Асар баспанаға кіріп, қазір қолмақты ақшасын алып жатқан адамдар бар. Талай жылтыраған жарнамаға сеніп, ақшасын құйып, аузы күйген қазақ қаншама. Әдегенде Асар баспанадан алар пайдасын естіп, бұл неткен батпан құйрық деген күдікке бой алдыруы бек мүмкін. Пирамида емес пе деген сұрақта қылаң беретіні сөзсіз. Жобаның жай жапсарын толық білгесін, бірақ ондай жаңсақ пікірден арылады. Мұнда клиент тартудың, зат сатудың мүлде қажеттілігі жоқ. Біздің негізгі мақсатымыз халықты осы қара шаңырақтың астына жинап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Жақын адамдардың арасында жасалған кезде бұл жерге ешқандай формуланың қажеті жоқ, ол түсінікті дүние. Ал енді бүкіл халықты бір шаңырақтың астына жинау, ол міндетті түрде бір формуланы, бір алгоритмді талап етеді. Міне осы алгоритмді шығару үшін алған білімдерімізді осы күнге дейін жинаған тәжірибеміз бар. Біраз ізденістердің арқасында бір үлкен алгоритм жаңағындай дүниеге келді. Осы алгоритм арқылы қазір біз міне 52 мыңға жуық халықты біріктіріп ұстап отырмыз. Ешкім артық сұрақ қоймастан, өзінің жаңағындай формуланы дұрыс түсіну арқылы кезегінің қай жерде келе жатқанын, қай кезде ол кісіге осындай бір сыйлықтар түсетінін барлығын өзі есептей алатындай деңгейде жаңағындай жұмыс жүргізілді. 2023 жылы 30 шілде күні біз мемлекеттік тексеруден өтуді бастадық. Барлық сараптамалар жүргізілді. Bir жылда